Сәлем бәріңізге, қалайсыздар? Влогыма қош келдіңіздер. Аружанды алып кетуге шығып бара жатырмын. Аружанда бүгін лагерь соңғы күн. Негізі 30 күн алып кетуім керек еді, бірақ Аружан сообщение жазып, мама, пожалуйста, баланы алшы. Мама, пожалуйста, 28 күн алшы деп. Сонымен бүгін алайын деп жатырмын. Білесіздер ғой. Осы пранкты Аружанға жасаймын, Құдай бұйыртса. Айшаға жасадым ғой, соны бәріңіз енді осыны Аружанға жасашы депсіздер. Құдай бұйыртса, тест алып алдым. Аружанға сол жақта жасап көрем, короче. Құры қол бармайын деп апайларына Мерси шоколад алып жатырмын. Үйде бар шоколадты. Былтыр қателеспесем 2 апайына 2 орамал апарып бергем. Биыл орамал да жоқ, басқа да жоқ, тым да жоқ. Сонымен құры қол бармайын деп шоколад алып бара жатырмын енді. Маған пранкке Айша көмектеседі. Мұстафа. Айша көмектеседі. Қазір Айша роль ойнап бересің, я машинада. Типа, маған да айтты деп. Міне мына жерге біреу, мына жерге біреу. Точно, мына жақтан ішіне істейсің. Ей, жынды, осы. Тура ана сызықтар ұқсап сызасың. О, күшті ұқсап е. Тағы біреу сіз қасына. Дәл қасына сіз. О, 2 полоска болды, е. Балалар өстіп беременныймын деп сендердің пранктерін жасайын деп ертең өстіп ойбайлап отырмайын, сендердің кесірлеріңнен де қояды дейді. Не жігіттер жымыр-жың етіп менің қолымда тұр. Жанымды көрініп тұр. Осылай жасаңыз же сенетін едім мен де. Сенетін бе едің? Правда. Мен сен тест білмейді ғой деп істей саған ғой, сөйтсем біледі екен ғой бұларың қазіргі балалар. Біз кезінде тесттің не екенін білмей өстік қой құрсын. Бұлар бәрін біледі, 2 полоскасы бар екенін біледі, қызыл болатынын біледі еще. Қазір көрсетеміз, ана қыз білер ме екен, ол да білмей қалар ме екен. Санам, сүрегім. Жеттік біз. Саным, зоным. Ұйықтап болды. Ақылды болып. Браты, кеттік. Братишкасы. Әке өзім алайын баланды. Мә сен шоколадты ал. Саным, заным. Тыптын келдің деп Айша қуанып жатыр бұған. Бұл жігітке зламай. Красавчик болып келді өз. Мазаңды алды ма? Жоқ, тыныш келді. Сенің де үстіңді мұжып тастапты Айша. Менікі де мұжылып қалды үстімнің бәрі ана. Артыңды да мұжып тастапты. Сенікін хоть на кісі мұжыды, менікін ана не ремен мұжып тастады. Табиғаты керемет, күшті. Заттарын тасыдық. Пакет. Қазан шалып шығарды. Әкел, біреу маған бересің. Біреудің шлюпкасын киіп алып шындықсын. Сыртын шығарып тастапты. Күшті. Мұстафаны сұраңыз ба, апайлары оси-пуси деп алып кетті. Балаңды беріп қойып жүргесің. Айшаны ерде шиелер өсіп тұр. Қумай. 8 жыл күтіп, 1,5 жыл еңбектенген. Бірінші саған лақы Сау. Реттеп, әдемілеп. Не ғанам? Жарайды, қалай берсін. Болды ма? Қазір пранк жасаймыз Аружанға. Ұмытпадыңыздар ғой, пранкты. Машинада тест. Бәле болды ғой сол тест. Мұхаммеджанға да жасайым ба? Ол қуанат көрестір ғой. Жасайым оғанда. Жаба сал, Міне. Бейт сүрейм ба? Эй, тоқта! Все, пойдем, садитесь. Водите машину быстро. Ойбай. Алдыға. Саған башыды. Мұнау. Ару саған күшті жаңалық бар. Дайындалып отыр сол жерде, қазір көрсетем. Жүреме ұйықтаймадым ғой. Мұрным ауыр жетпей. Ойбу, аллергия болдың ба? Кел, Ару. Сиденеңді артқа жылжытсай кішкене. Чуть-чуть артқа жылжытсай. Жоқ, былайынан да, олай емес енді. Көзіңді жұм. Деньги, что ли?
Ой, деньги деп асынғасын, деньги, что ли, дейді ғой. Деньги. Какой там? Кішкене камераға бер жақ келші. Ал. Что это? Күш. Мама! А? Я вас убью. За что? Это пранк, я знаю же. Қайдағы прям осы сендер қуасыңдар ма? Ана байқұсты бір жылаттым Айшаны. Да, это пранк. я Айша знаю, жылады. это Қайдан пранк. білесің? Ну, Қараса смотрите, екі полоска вы болып тұр. нарисовали. Да, это видно, что вы нарисовали. Рисуешь сюда, там, типа, не пишется маркер. Шынысымен да қандай? Не ғой салафан сияқты ғой сыртта. Не, я не верю. Ей, неге не верю? Я не верю. Ей, неге не верю? Я не верю. Неге? Все равно. Аружан, радуешься Вообще не қыз ба ұл ма? Ашпасаң төстің бүтін шығарған емес. Это что, Қыз хочешь или ұл хочешь? Қыз, десең. 3-те 3 болайық та. Жоқ, қыз. Сен қарайсың. Мен қарамаймын. Қарайсың. Қарамаймын. Сен қарайсың. Сен қарайды деп. Это вранье. Міне екеу міне. Она плачет. Аллергия. Шын айтам, не плачу. Аллергия мазамды алды деп отыр ғой. Ой, немене ашып атсың? Екі полосканы көрсең болды да. Хочу посмотреть, что Ашпа ішінің бәрін. Осындай ғой, осындай болады. Тесттің не екенін білесің бе сен өзі? Не верю. Неге не верю? В смысле не верю? Все равно не верю, прям не О, верится. дура, не верю дейді Верится ғой. прям. Зачем вы родите, если у вас уже есть Ей, рождение? мен білмей, байқамай, міне мынаумен көрдім. Анаған айтып едім, анау жылады, бақырып. Когда тебя не было, мама, что прям? Не верю. Үйге барғанда да көресің ғой. Не верю, вообще не верю. Пранк 100%. Я же видела пранк в вашем канале. Қандай пранк? Пранк. Вы думаете, я Жоқ, дура? қашан көрдің? Алдында телефон берген кезде? Боже. Мына қыздай, біліп қойған қарсы. Сен не, ютуб қарап жүрсің ба не? Жоқ, просто. Біздің каналды? Мына қырқағам ғой. Фатимаға пранк жасағансыз. Еще Айшаға пранк жасағансыз. Пранк жасамады. Жасадыңыз. Мен мынау свежий видеоның бәрін көріп отыр ғой мына қыз онда, иә, бүткіл видеоны. Көрдім ғой кеше ана прямой эфирде тұрды ғой Фатимаға пранк жасады. Меня Меня за дура считаете, да? Капец, я за не дура удался, считаете, блин. Айшаға жартылай күшті болып еді. Айша почти сенген нағыз деген көріп қойып отыр ғой. да? Ну реально вообще, я же не дура. Мен прям көрген жоқпын, но ортасына дейін көрдім да, там типа Фатимаға и... Неге ортасына дейін көресің біздің видеоны? Потому что телефон забирают. Үйге барып аяғына дейін көр. Сіздер де аяғына дейін көріңіздер. Ертең өстіп тестпен 2 қабатпын деп жүріп, ертең шынымен 2 қабат болып қалып жүрмей не? Вы нарисовали Сіздер или кінәлі что боласыздар. сделали? Это реально, Аржан. Бір қыз жазыпты комментарийға, мына тестті помидорға тықсаңыз 2 полоска шығады. Да, вы так сделали? Тексеріп көру керек екен сон. Помидор 2 қабат па не деп ойлан қағасың ғой. Короче, сондай комментарий жазыпты. Ой, жасадық та маркермен. Мына жерін ашып тастаған қарашы мына қыздың. Ну там прям видно, что вы нарисовали. Енді Мұхамеджанға не қылам? Мұхамеджанға жасайын. Жұбай ауданып. Мұхамеджан еще қуанады, ол деген сенгіш Мұхамеджаншы. Аңқау ол деген. Тез сеніп қалады. Байқұс балам. Бірақ ол 3-ші ұлды хочет ол. 3-те 3 боламыз, соқсамыз дейді. Как будто соқсу үшін. Ол айтады, соқсамыз дейді. Да сосын ол 1 жасқа толғанға шейін мен қараймын ғой. Бізбен наоборот. Мұхамеджан айтады ғой, типа, навайдан соқсы деген кезде. Жоқ, мен сенен төбелесем деп, Мұхамеджанмен төбелесіп кетеді ғой, по-любому. Иә, сондай болады ғой. Алайын ба баланы? Нағыздың аузы әлі жабылмай жатыр. Бізге бота келді. Ауысып жатсыңдар ма? Не істеп жатсыңдар? Айша қасыма келем дейді. Ары өйтпеш жағын. Өліп кетеді. Сағынып кеткен ғой. Аружан көп нәрсе өзгеріп па Мұстафадан? Айтшы не? 15 күн болмады. 15 емес. Енді 10 ба? 3 недели.
21 енді сені алдында кешігіп бардың еще бүгін ерте алып кетіп жатыр. Сағын қаптан істен. Жаным отырсың ба? Жігіт қой. Келдік. Тамақтарын беріп, қарындарын тойдырып қоймай ашамай қалдым ғой. Аш жерінде шықырсын. Артында Аружанның пакет заттары бар, соны алып кіру керек енді. Қазақ десе өзіңе тиеді. Андай дорба болып жүретін біз ғой тазашы. Ара емес екеніне Шүкір дедің бе? Жаңбыр жауып жатыр. Бірақ андай ауа күшті болып тұр. Осы жаңбырды біраз болды күткелі. Қашан Алматыда жаңбыр жауады екен деп едік. Наконец-то жаңбыр жауып қуанып жатырмын мен. Қазір енді 1 сағаттай демалып алам да, намаз оқып, демалып, сөйтем да, сосын Мұхамеджанға шығам. Бүгін тісіме баруым керек еді. Барамай қалдым. Кәлтжай жүрдім, 2-де барамайым деп. Сол, Мұхамеджанға баруым керек енді. Лагерден келді, лагерден. Ал. Күшті оқып кеп. Жаным. Күшті оқып кепті Құранды. Можно я покажу, где? Оқып жатыр ғой ол, тиіспе. Жатталаған оның бәрін бұл. Жапшы Аружан, жапшы. Вот у меня дәретім жоқ. Ашы. Тағы. Аружан Құранның мына бетіне кепті. Бұлай қарай неше бет сонда көрсетші? 1, 2, 3, 4 бетін жатта кепті Аружан. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6 бетін жеті ма? Жоқ, 7. 7 бет. Аш тағы да өреді. 6, Міне, мынан 7, жатады. 8, сағашы. 8. 9, 10. Не? Ойба, Құранның 10 бетін жаттап апты қызым. Өз сенгісіз болып отыр ғой. Мә, молодец. Құранның 10 бетін жаттап, соңынан санағанда. Молодец қызым. Ал пранк не удался Аружанға деген. Себебі Аружан біздің бүткіл видеоларды, оказывается, лагерде көріп жүр екен. 1 сағатқа лагерде оларға рұқсат береді телефон көруге. Сол кезде, оказывается, көріп апты. Сол үшін менің пранкым өтпей қалды. Аружаннан күшті реакция күтіп етіп болмай қалды. Енді ренжімеңіздер. Сіздердің басқа пранктарыңыз жасайтын болам енді. Біз Мегаға шықтық, Мұстафаны алып. Ой, тастап жібердің ғой мә. Бутылкамен ойнап отыр. Отырмайым дейтін автокреслоға. Осы қандай елдің балалары отырады екен осы, а? Осыны отырғызамай ақ қойдым. Алдында бір-ақ рет отырды, алдына отырғызып едім. Далаға қарап отырып ұйықтап қалған. Енді отырғызамай жүрмін осыған. Бір рахат болатын еді отырса тек. Кондиционерлер қарап жүрміз мына жерде. Үйге. Здесь китайский коллекторный лет и телефон проигрывания. Покрытиялар біреуден получше будет соған байланысты ғой бағалар. Мына модель жақсы. Средний и максимальный. И еще смарт деген бар. Смарт деген ештеңе баспайсыз, просто пачка не проводите, он сам под ваше движение дает вам. Вы останавливаетесь, он также останавливается. То есть вам не нужно напрягаться. Қайта басудың керегі жоқ, е? Сіздің движениеңізге байланысты пар береді. Ұйқысы келді, мазасы кетті. Ой-ой, мазасы кетті мынаның бар ғой. Айғайлауға басты. Осы кісінің артынан еріп жүреміз енді. Осы кісіге киім қарап жүрміз.
потом деген Фатима с Айтып велосипедом жатыр была, жаңалық. а мамам с коляской была, да? Потом они заходят в лифт, короче. Қазақша айтса е. Лифтқа кіреді да, короче. Потом деген велосипедті кіргізеді да, шығарып, андай коляскаға барайын десе есік жабылып қалған. Лифттің есігі жабылып. Потом Мұстафа мына жерде. Саған кім айтты? Ема, дағы өзім или Фатима екеуі ма? А потом как? Мұстафа үстіне шығып кетті 10 этажға. Потом 12-ге одан 10-ға одан астына түсіп кетті. Сөйтіп шок болып жылап, мынау бақырып, бота еген қонаққа. Айттым ғой айтпақшы. Сонымен саған айттым ба? Сөйтіп паника болып подписчиктеріме де айтып бергем. Сөйтіп жынды болған, біз жыладық, страшно, мә. Балам да жылады. Страшно болған. Соны енді айтып жатырмыз, короче, Аружанға. Мұхамеджанға айтып қойыппыз, оказывается. Боталардың үйіне шықтық, бәріміз шұбырып. Боталардікіне демалуға барамыз ғой біз. Шырқырап. Айшаны апарып тастауға шықтық. Мынау демалады, мынау. Бір емес 5 күнге барам деді. Қой деп жатырмыз. Айша айтады, короче, келдік біз боталардікіне. Мамасына пранк жасаңыз дейді. Немене мен пранк жасағыш болып кеттім ба сендерге деймін да. Біз кемет деп пранк жасаңыз дейді. Ал, жасап көрейік. Кеттік. Бота деген бармайын, барғым келмейді үйге деп. Сөйтті шын айтам, сонымен онда Айша екеуін қала беріңдер деп екеуін тастап кетті. Мына жігітті қара. Ассалаумалейкум. Өзің сөйлесесің ғой? Ботамен. Пранк деп басағандар. Пранк өтірік айтам, магазинге кетті олар. Жүр ал. 8. Дым салмақ қоспаған. Дымда алдында 8 килограмм еді ғой, осыдан 2 ай бұрын. Осыдан 2 ай бұрын 8 килограмм, әлі 8 килограмм. Вообще салмағы да жоқ, дымы да жоқ. Шапатақ. Да? Айша қалайын деп жатыр, ботаның қасы. Ойбай. Смысл ботаның қасы? Вы типа думаете, что это дом ботаның? Я, біз ботаның үйі дейміз бұл үйді. Боталардікі дейміз, боталардікіне кеттік дейміз. Бота айтыр біздің айтатынымыз. Ал біз енді кетіп баратырмыз. Түна татты қызды түсіргім кеп тұр медикошты. Оған үстінде киім болмай тұр енді. Ал, қой біз шығайық деп жатырмыз. Нава ұйқысы келді, өлең айтып жатыр уже, ұйықтат деп. Келем. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Красавчик. Келдік, біз түнделетіп. Суды қараңыздар. Красота, салқын. Атшымға қоқтып атсың баламда. Мынау серкілдеп жатыр, анау айғайлаған сайын. Апап. Келдік үйге. Аман есен жеттік. Түнгі сағат 1 болып жатыр. Осымен влогымыз аяқталды. Сау болыңыздар.